Петропавлда келер жылдың басынан коммуналдық қызмет ақысы қымбаттайды деп күтілуде. Петропавл жылу жүйелер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылу энергиясының тарифін бірден 207%-ға немесе 2,5 есеге көтеруге өтінім түсірген. Энергетиктер бұған негіз бар деп отыр. Тұтынушылардан түскен қаражатқа тозығы жеткен жүйелерді жөндеп, қызметкерлердің жалақысын өсірмекші. Ал бұл жұмыстар инвестициялық бағдарламаға сәйкес 5 жыл көлемде жүргізілетін көрінеді. Мәселенің мән-жайы келесі материалда. Бүгінгі таңда облыстық жылу жүйелерінің 72% ескірген, тозығы жеткен тораптарға еш сенім жоқ көрінеді. Салдарынан жылу далаға кетіп жатыр. Әреңіске жарап тұрған жүйелерді біртіндеп жаңарту үшін жылына 15 шақырым торапты ауыстыруға қажет екен. Было подсчитано. Санауымыз бойынша жылу жүйелерін күрделі жөндеуден өткізіп, қалпына келтіру үшін 45 миллиард теңге қажет. Тарифті көтерудің тағы бір себебі бар. Жылумен қамтушылар Еуропалық даму және қайта құру банкіден 4,5 миллиард теңге қарыз алмақшы. Одан компания өздеріне тиесілі 2,5 миллиард теңгені жүйелерді ауыстыруға жұмсамақ. Және мемлекеттік қазынадан берілетін 4,5 миллиард субсидия да бар. Жалпы 5 жылдық инвестициялық бағдарламаның сомасы 10,5 миллиард теңгені құрап отыр. Севказэнерго монополист департаментке өтініммен шықты. Ол өтінім жылу өсін, тарифтің өсін байланысты. Монополист 2 есе өсін тарифін сұрайды. Ағымдағы жылы аталмыш компания 10,5 шақырым жүйені жөндеуден өткізген. Жұмысты жалғастыру үшін қол күші де жоқ. Қаражатта жеткіліксіз көрінеді. Қызметкерлердің жалақысы төмен, тариф көтерілісімен бұл проблема шешіледі деп үміттенеді серіктестік басшысы. 5 лет отказывали в повышении тарифа тепловым сетям. Бізге 5 жыл бойы тарифті көтеруде рұқсат берген жоқ. Қазір шыдамымыз шегіне жетті. Мамандар жұмыстан кетуде. Себебі жалақы аз дейді. Тариф көтерілісімен жалақыны көтереміз. Айта кеткен жөн, бүгінде тариф бағасы гигакалориясына 1300 теңге. Егер жаңа тариф енгізілсе, баға 2,5 есеге ұлғайтылады. Монополистердің айтуынша, тарифтің көтерілуі кезең-кезегімен жүзеге асырылады. Ал жалпы бұл сұрақ бойынша нақты шешім қараша айының аяғында шығарылады. Назерке Ғалым, Анастасия Драняк, Анатолий Белонок, ақпарат.